Еркіндік. Бір адам жылқыға мініп келді де жүгенін қалың өскен жыңғылға байлай салып, төмендегі өзен суына шомылуға кетті. Жылқы қоңды, ірі, күйледі. Ноқта жеткен жерге дейінгі шөпті асықпай ернімен іліп алып жей бастады. Сол маңда өзенге су ішуге келген бір топ дала жылқысы жүрді. Олар байлаулы тұрған жылқыны көріп, біраз бақылады. Бір орында тұрып айнала беретін бұл не қылған жылқы деп қасына жақындады. Бұл жылқылар ноқтаны қайдан білсін? Жақындай бере кісіне белгі берді. Үй жылқысы басын оқыс көтерді. Қақ алдында тұрған бейтаныс топ жылқыға таңдана қарады. Өздері топталып қайдан шықты? Жерден шықты ма деген таңданысы да жоқ емес. Жөн сұрасайық, қайдан келесің, қайда барасың, деді дала жылқыларының арасынан біреуі. Қорадан шықтым, қайда баратынымды ием біледі, деді үй жылқысы. Сонда сен не білесің, деді тағы бір жылқы. Сен не білесің деген сұрақ өзіне өмірінде бірінші рет қойылып тұрған соң, үй жылқысы қапелімде не деп жауап берерін білмей аңырайып қалды. Мынауың не? Аузыңа тістеп алғаның деп қызықтады топ жылқы. Ауыздық саған не үшін керек, деді тағы бірі. Мен өз иеммен осы ауыздық арқылы түсінісемін. Адам үшін мен алысты жақындататын көйлекпін. Басыма ноқта салып арқама мінген ием ауыздығымды босатса шаба жөнелем. Егер ауыздықты тартса тоқта дегенін түсінемін. Міне ауыздық осы үшін керек. Қызық екен. Ал қора деген не? Қора шағын ғана қоршалған жер. Мен сол қора ішінде өмір сүремін. Шөп жеймін, байлаулы тұрамын. Сені байлап қоя ма? Иә, қазір де байланып тұрмын ғой. Сені қайда байлап қойды? Міне, мынау бір түп жыңғылға байлап кетті. Бір түп жыңғылға байланған арқанды аяғымен түртіп көрген жылқылар аспанға атыла секіріп, күліп, кісінесіп алды. Неге мына арқанды үзіп кетпейсің? Бұрын құлын күнімде бұдан да жіңішке шылбырды үзуге тырысқанмын. Үзілмеді, мен үзе алмаймын деп үмітсіз сөйледі үй жылқысы. Аспанға бір секірсең, суырылып шыға келеді. Шылбырдың үзілетініне сенсең болды, ол үзіледі. Және де міндетті түрде үзіледі деп топ жылқы қылдай жіпке бақынып тұрған жылқыны аяй сөйледі. Арқанды үзгенде қайда барамын? Далаға барасың, далаға. Дала деген рахат қой шіркін. Емін еркін шабасың. Тәтті жусан жейсің, өзенге жұмыласың. Сен жусан жеп көрдің бе өзі? Иә, жеп көрдім. Ием жаз бойы жусан жауып алады. Мен қыс бойы тәтті жусанның рахатын көремін. Солып қалған жусанды жеу рахат дейсің бе? Нағыз рахат өсіп тұрған жусанды жеу. Сен мына қырдың артында не бар екенін білесің бе өзі? Иә, білемін. Жазық дала бар. Ием екеуміз базарға барғанда талай көргенмін. Жазық далаң не? Шексіз, шетсіз дала бар онда. Онда біздің мекен бар. Ата мекен. Сен өзі ата мекеннің не екенін білесің бе? Бұл сөз жылқыға таңсық жат еді. Амалсыз басын шайқады. Айналайын, ол сенің де ата мекенің. Сен сол ата мекенді көргің келе ме? Иә, әрине, көргім келеді. Жүр онда, кеттік, ата мекеніңді көр. Ата мекен деген сөз бойға жылу үйіріп, өз-өзіңе сендіріп, қанды қыздырып, арқаны қоздырып жіберетін қасиетті ме? Үй жылқысы да аспанға атыла бір кісінеп алды да, бір түп жыңғылға байланған арқанды үзіп, топ жылқыға араласып, шаба жөнелді. Арт жақтан шыққан қиқуды естіп, иесі судан атып шықты. Көп жылқы айнала шауып, өзен суын шалшық құрлы көрмей, үстінен ұшып өткенде өте шықты.
Адам аузын ашып қарап қалды. Ол көп жылқының арасынан өз жылқысын таныды. Шабыстың екпінімен ноқтасы аспанға ұшып, жерге қона алмай барады. Ол өз жылқысын шақырып үлгермеді. Жалт етіп көрінді де көзден бір-ақ ғайып болды. Сол қиқулаған күйі жылқылар атамекеннің төрінде тынбастан шапты. Үй жылқысы тіпті шаршауды білмеді. Еркін көсілді. Екінші демі ашылғандай болды. Шауып өтіп, ернімен түп жусанды жұлып кетті. Онысына өзі де риза. Піскен жусан, қандай рахат! Бұл не деген рахат сезім? Бұл еркіндіктің рахаты. Сен еркін жануарсың. Соны жадыңнан шығарма. Мен еркінмін. Туғаннан еркіндік көрмеген жылқы еркіндіктің тамаша дәмін осылай татты. Сілкіп-сілкіп аузындағы ноқтаны лақтырды. Сөйтіп ол бір-ақ секундта салпаң құлақ тіл алғыш жылқыдан еркін жылқыға айналған еді. Еркіндік.